Саламатсыздар ма оқушылар, сіздермен бірге Айнұр апай. Бүгінгі видеода 6 сынып математика пәнінің 1-90-дағы 1 БЖБ-ның 4 нұсқасын талқылайтын боламыз. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы видеоны достарыңызға жіберіңіздер. Ал біз бастайық. 1 БЖБ қатынастар мен пропорциялар тақырыбына арналған және мына көріп отырғаныңыздай 4 тапсырмадан тұрады. Бірінші есепті қарастыратын болсақ, мына берілген пропорциядағы сандарды пайдаланып, басқа неше пропорция құрастыруға болатын табыңыз және оларды жазыңыз делінген. Олай болса, бірінші пропорциямызды жазайық. Бірінші пропорцияны жазу үшін мына бөлудің орнына бөлшекті қоямыз. Олай болса, 15 бөлшектің алымында болады, бөлінген 27 бөлшектің бөлімінде. Ол тең 2,5 бөлшектің алымында, бөлшек сызығын сызамыз, бөлшектің бөлімінде 4,5. Екінші пропорция, енді осы сандарды кері сан қылып жазамыз, яғни алымы мен бөлімі орындар ауысады. 27-ні бөлеміз 15-ке, ол тең 4,5-ті 2,15-ке бөлгенге екен. Енді үшінші пропорцияны жазу үшін бірінші бөлшектің алымы мен екінші бөлшектің бөліміндегі сандардың орындарын ауыстырамыз. Яғни 2,15-ті бөлеміз 15-ке, ол тең 4,5-ті бөлеміз 27-ге. Және төртінші пропорция, дәл осы үшінші пропорцияны кері қылып жазамыз. 15-ті бөлеміз 2,5-ке және ол тең 27-ні бөлеміз 4,5-ке. Келесі екінші есеп. 28 кг картоптан 5,6 кг крахмал алынады. 35 кг картоптан неше килограмм крахмал алынады. Бізге белгілісі ол картоп, жазып қояйық, және одан алынатын крахмал. Енді картоптың астына картоп, крахмалдың астына крахмалдың мәліметтерін жазамыз. Картоп ол 28 кг еді. Және одан алынатын крахмал 5,6 кг. Және 35 кг картоп, одан қанша килограмм крахмал алынатыны белгісіз, сондықтан оны X деп қоямыз. Енді осыны бөлшек түрінде жазамыз. Екеуі екі бөлшек және оларды бір-біріне теңестіреміз. Осы жерден X табатын болсақ, 35-ті көбейтеміз 5,6-ға, мына жерде үтір көрінбей қалды, бөлеміз 28-ге. 35-ті 5,6-ға көбейтсек 196, оны 28-ге бөлсек 7 килограмм шығады екен. Келесі үшінші есеп. Велосипед доңғалағының диаметрі 20 см, велосипед доңғалағы 3 айналым жасағанда неше метр жол жүреді? Мұндағы пи 3,14-ке тең. Белгілі мәліметтерді жазып алатын болсақ, диаметріміз ол 20 см. Жасалған айналымды n әріпімен белгілесек, ол 3 айналым. Және пидің мәні шамамен 3,14. Енді ең алдымен бізге осы дөңгелектің сыртқы шеңберінің ұзындығын табуымыз керек. Шеңбердің ұзындығы с әріпімен белгіленеді және 2 пи r формуласы арқылы табылады. 2 мен пидің орнын ауыстыратын болсақ, пи көбейту 2 r болады. Ал 2 r дегеніміз ол диаметр. Ендеше формула пи көбейту d арқылы табуға болады екен. Мына жерге жазайық. Шеңбердің ұзындығы ол тең пи көбейту d. Пи дегеніміз 3,14, көбейту диаметр 20 см. 3,14-ті 20-ға көбейтеміз. 62,8 см болады. Бұл мына дөңгелектің сыртқы шеңберінің ұзындығы табылды. Енді қанша жол жүргенін табу үшін, S-ті табу үшін, осы шеңбердің ұзындығын мына айналым санына көбейтуіміз керек, яғни n-ға. 62,8-ді көбейтеміз 3-ке, 188,4 см болады. Жүрген жолы. Бірақ бізде есепте неше метр деп сұрап тұр. Яғни мына сантиметрді метрге айналдыруымыз керек. Ол үшін
1 метрде 100 сантиметр бар, яғни мына үтірді солға қарай 2 орынға жылжытамыз. Сонда 1,884 метр жол жүрген болып шығады. Келесі 4-ші есеп. Астана мен Қарағанды қалаларының арасы 225 километр. Ал картада осы қалалардың қосатын кесіндінің ұзындығы 3 сантиметр. Картаның масштабын табыңдар дейді. Масштабтың формуласын есімізге түсірейік. Масштаб дегеніміз бұл картадағы өлшемді жердегі өлшемге бөлу арқылы табылады. Картадағы өлшем 3 сантиметр болып тұр. Ал жердегі өлшем 225 километр болып тұр. Енді километр мен сантиметр екеуін бір өлшемге келтіреміз. Алымында 3 сантиметр деп қалтырамыз. Ал бөліміндегі 225 километрді сантиметрге айналдырамыз. 1 километрде 100 000 сантиметр бар. Олай болса, мына 225-тің соңына тағы да 5 нольді тіркесек, сонда біз сантиметр түріндегі өлшемді аламыз. Яғни 22.500.000 сантиметр болады. Сантиметр мен сантиметрді қысқартып жіберуге болады. 225 пен 3-ті қысқартамыз. 3-тің орнында 1 қалады. 225-ті 3-ке бөлсек, 75 қалады. Сонда алымында 1, ал бөлімінде 75 және 1, 2, 3, 4, 5 0 бар. 1, 2, 3, 4, 5. Немесе масштаб ол тең 1-дің мынау 7.500.000. 7.500.000-ға қатынасы болады екен. Осымен балалар, бүгінгі қарастыратын есептеріміз аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп және қоңыраушаны бассаңыздар, жаңадан шыққан видеоны бірінші болып көретін боласыздар. Сонымен қатар, осы видеоны достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Ал мен сіздермен келесі видеоға дейін қоштасамын. Сау саламатта болыңыздар. Сіздермен бірге болған Айнұр апай, оңай математика каналы.